Так, жеке, қараңдар, мен сіздерге қазір ағалармен таныстырайыншы деп тұрмын. Бұл ағаларымды мен өзім жақын білемін, әрдайым бақылап жүремін, қадағалап жүремін. Бұл жігіттер еліміздің сондай бір мықты бір азаматтардың бірі деп ойлаймын. Қолымды сұрамын, қанша айтамын, базарда қатын сақпай тұрман. Дұрыс тұрсыңдаршы? Олжас деген ағалар және Самат деген ағаларымыз шығармын. Кеш Олжас. Мәне, Олжас деген ағаларың, Самат деген ағаларың. Самат кем. Олар әрдайым спортта жүрген балалар. Қызметте жүрген балалар. Жұмыс жасап қойып, профессиональный спортты өздері үшін ғана емес, профессиональный спортпен айналысып, жұмысты бірге алып жүрген жігіттер. Бәрін бірге алып. Оларда жанұя бар, өздері бала шағалары бар, одан бөлек жұмыстары бар, одан бөлек еще уақыт жоқ, анау демей, спортпен айналысып, еліміздің туын әлемдік додаларда биікке көтеріп жүрген. Олжас деген ағалары Найза лигасын білесіздер ғой? ММА. Найза лигасының чемпионы. Рукопашкадан чемпион мирасы. Рукопашкадан чемпион, әлем чемпионы. Тағы қандай дәрежеде? Европа, Азия чемпионы. Бір Олжас ағаларына қол шапалақтайық. Татамиге де шығып, бүгін мінекей мұхит ағаларына қолдау көрсетіп, кеш барым Қанболат. Қанболатта Құдай қаласа Қазақстан чемпионатына отбор, қала чемпионаты болады. Соған жақын осы көп ұзамай уақытта қала чемпионатына дайындыққа спарринг партнер көмек беріп бүгін келіп отыр мінекей. Бұны айтайын деп отқаным, ринг болсын, татами болсын, клетка болсын, жан-жақты жігіттер. Одан бөлек қызметте, жұмыста бәрін бірге алып жүр. Тағыдан бері Самат деген ағаларым тұр. Бұл Самат деген ағалар, бұл да қызметте бірге әріптес, бірге жұмыс жасайды. Бұл жігітте панкратионнан, рукопашкадан әлем чемпионы, әлем жүлдегері көптеген додаларда. Біз жасымыз кеп қалды, болмаса біз жұмыстамыз, азаннан кешке көтімізді диваннан көтере алмаймыз, анау мынау деп артық сөз әңгімелер жоқ. Тек қана алға жүр. Осындай ағалардан үлгі алыңдар, жаман нәрсеге жоламаңдар, ішімдік ішпеңдер. Қазір неше түрлі наркотический средстволар көбейіп кетті. Иіскейтінде, жалайтында, ішетінде. Вообще спорт, білім. Олжас өзің жастарға не айтасың? Ассалаумағалейкум бауырларым, сөзсіздер үшін қазақтың тілін желбірететін батырсыңдар ғой. Енді сендер және бапкерлерін айтып жатыр. Бапкерлердің біздің бүкіл Қазақстан СНГ таниды, қарап отырады, бұндай бапкер екінің бірінде жоқ. Сондықтан сендерге тілерім, әрқашан алдыда болыңдар, алдыға қойған мақсаттарға әрқашан жетуге тырысыңдар, қолдан келгенше барын істеу керек. Ең бірінші бұл өмірде адам болып қалу керек. Қалғаны бәрі өз қолдарынан келеді сендер. Біз сендерге сенеміз. Болашақ қазақтың батырларысыңдар. Әлі! Енді ағаларын айтып жатыр ғой, ер ағаларын, Олжас ағаларын айтты. Ең бастысы еңбек. Еңбек, бәрін еңбек деп қазақ атамыз айтады ғой. Сондықтан тек қана жақсылық тілеймін сендерге, шаршамаңдар, талмаңдар, ұйықтамаңдар, әрқашан ізденіңдер, спорттан бөлек кітап оқыңдар, сабақтарың жақсы болсын, білім мен спортты қатар алып жүріп, әлемдік деңгейге жетіңдер. Сендерге тағайдан әрдайым айтып жүрмін барлығы. Анау, мұнау, әнші, бейші, тиктокта билейтке жастар көресіздер. Неше түрлі сондай нәрселерді көргенше, сондайлардан адамдардан үлгі алғанша, міне осындай ағаларынан үлгі алыңдар. Осындай ағалардың ізбасары болыңдар. Осындай ағаларын болып тұрғанда, және осындай ағалардан үлгі алып, сендер жүрген кезде қазақтың елінің болашағы жарқын болады, және мықты болады деген сөз. Қазақ еліміздің болашағы жарқын болуы біздің қолымызда. Біз жол көрсетушіміз, сендер сол жолмен жүріп, біздің ізбасарымыз. Түсінікті ме? Жоқ!